Баршаңызға сәлем, сіздермен Жадыра. Бүгін сіздерге осындай түріктердің ұлттық наны семиттің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Дәмі өте керемет болып шығады. Жасалу жолы да өте оңай, әрі жұп-жұмсақ болып піседі. Егер видео қызық болса, соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 стакан суымызды құямыз. Үстіне 2 ас қасық қантымызды саламыз. Және 1 шай қасық тұз және 2 шай қасық ашытқымызды салып, үстіне керегенше ұнымызды қосып, жақсылап жұмсақ етіп қамырлейміз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеле кетіңіз. Әрі видео ұнап жатқан болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қамырымыз дайын болып қалған кезде үстіне аздап сұйық май құйып, тағы да илейміз. Сол кезде біздің қамырымыз қолға жабыспайтындай болып шығуы қажет. Қамырымызды көтерілгенше шамамен 1 сағатқа бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Оған дейін ыдысымызға аздап су құйып, үстіне 1 ас қасық балымызды қосып, араластырып дайындап қоямыз және де тағы бір ыдысымызға күнжіт салып дайындап қоямыз. Бұны біз қамырымыздың ең беткі жағына пайдаланатын боламыз. Қамырымыз көтерілген соң, оны бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Мен 8 бөлікке бөлдім. Егер қамырыңыз қолға жабысып жатса, жұмыс барысында қолыңызды сұйық маймен майлап алсаңыз болады. Бөлшекке бөлгеннен кейін әр бөлікті осылай тағы да қайтара илеп шығамыз және бетін жауып, шамамен 15-20 минутқа көтерілгенше тағы да қойып қоятын боламыз. Қамырымыз көтерілді. Енді әр бөлікті осылай видеодағыдай етіп, лағман секілді созып шығатын боламыз. Қамырымызды созған кезде қатты күшпен басудың қажеті жоқ. Тек алақаныңызбен осылай сипалап қана өтсеңіз жеткілікті. Егер қатты басатын болсаңыз, қамырыңыз жыртылып кетуі мүмкін. Енді дәл осы видеодағыдай етіп, булочканы орағандай орап шығамыз. Егер қамырыңызды орау барысында айналып кетіп жатса, онда бас жағынан бір ыдыспен, қасықпен болсын басып қоя тұрсаңыз болады. Осылай орап болғаннан кейін қамырымыздың 2 басын біріктіріп, бетін жауып, тағы да көтерілгенше шамамен 10-15 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз жақсылап көтерілген соң, дайындап қойған суымызға, онан соң күнжітқа батырып, табамызға саламыз. Табанның ішін майлап қойсаңыз да болады, немесе пергамент қағазын төсесеңіздер де болады. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Мінекей семит дайын, яғни түріктердің бублигі. Дәмі өте керемет, әрі жұп-жұмсақ болып піседі. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Егер видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.